Аман болыңыздар. Енді соның елордасы Астана қаласынан арнайы осы қуанышқа келіп жатқан жұлдыз қыздарыңыздан тамаша ән шашу қабыл аласыздар. Мереке құтты болсын. Daldan daya jaz bala dayanmaydı bana bürkütür güdey ayammaydan yugayay emsan şay bir balay Kosidek boran bir kualay soğar koğer jir yerden kırkak doğudan yerin kayna avam oyana gire oşar saydan nügayay emsan şay bir balay kosidek boran bir kualay soğar koğan jir kosidek boran bir kualay soğar koğan jir. Құрметті барша қонақтар, құрметті ұстаздар қауымы, адамды демалдыратын ән екен. Адамды демалдыратын ән екен. Біз енді жұлдыз қызымыздың әнін жұптайық па? Айтсын ба? Біздің құлағымыздан теуіп атқан жоқ екен, нормально. Жұп болсын, Енді әне сен жуып жақсы жалғыз құлай ғана жарысады. Сен сөздеріңіз құт болсын. Сонау елордасы Астана қаласынан келген жұлдыз қыздарыңыз әні жұп болсын деп қояйық. Ал жұптаймыз. Мереке құтты болсын. Рахмет. Жұлдыз, айтсайын, орысша беретін оқыз. Ал? Жақсы. Когда уйдем со школьного Только чёрному коту
ал жоғары жақта отқан сигарет шегіп жатқан ағалар келгенде дастархан мәзіріне жайғасыздар. Бақытжан аға, дастарханға жайғасайық. Біз енді тамаша құттықтау тілек кезегі арнайы осындағы Нұркен ағамыздың Лаура жеңгемізді, Амангелді ағамызбенен Ақнұр жеңгемізге құттықтау тілек ұсынатын боламыз. 30-лық мереке құтты болсын дейміз. Ей, Мұратова, кесе, Ақнұр, бол. Уақыт кетіп отыр. Окей. Бастай берсе, Амангелді. Söyle берші. Еліна құрметті ағалар, құрметті барша сыныптастар, енді сіздердің құттықтау тілектеріңізді бұл кісілер тік тұрып тыңдады. Енді бүгінгі өз қуанышымызды өзіміз бұзбайық. Сондықтан да сіздерге тамаша бір ескерту, дастарханға жайғасайық. Әлі тілек айтатын ағаларымыздар. Сондықтан да бірінші ұлағаты ұстаздарды құрметтейік, екінші өзімізді құрметтейік. Бір сәт шамалы сабыр сақтайық. Мына қызметтегі ағалар көңілдің бал шарабынан құйып қойыңыздар. Мереке құтты болсын деп мен сахна төріне арнайы Нұркен ағамызбен Лаура жеңгемізді, Амангелді ағамызбен Ақнұр жеңгемізді шақырдық. Сондықтан да бір ауыз тамаша құттықтау тілек ұстаздарға және де сыныптастарға тілекті айтатын боласыздар. Ал құрметті қонақтар, Құда қаласа биыл 30 мерекеміз құтты бола берсін. Біз екеуміз бажамыз. Бұл неде тозақтамыз, о неде переселмеміз. Құда қаласа. Мынау жеті баланың әкесі, мен 3 қыздың әкесімін. Құда қаласа. Bir algıydığımızı çağırsak 2 algı gelip, yani 2 algı kelgedi. Құда қаласа отырыстарымыз бұдан да әрі жалғаса берсін. 35 жыл, 40 жылда Құда қаласа кездесемейік. Апайлар, сіздер аман болыңыздар. Біріміздің анамыз, біріміздің данамыз, бұл кісінің алдында бәрімізді баламызды керек болмайынды рақым. Бұл ешкім айтқан жоқ мен. Аңдайы осында осы сөз кім айтады екен деп. Айдар тамадайын бақыр, мен айттым ұялып. Мен жолдыбай ағайдың күйеуі боласымын. Жолдыбай ағайдың күйеуі боласымын. Қайнағам мынау, Құдайға шүкір. Қуаныш Нәлібаев. Мынау соның немері ағайындары. Нәбиәлиев. Нәлібаев те бар. Жолдыбайдың қызын алған себебім жолда қалмайтын жарым деп алдым. Енді, ешкім жоқ қой берді, ешкім жоқ қой. Құдайға шүкір. 3 бала шағам бар. Соседім айтады ғой. Сіздерде дейді, қазақта ана ұл туса қуанасыздар дейді. Біз қыз туса қуанамыз дейді ғой. Құдайға шүкір мен қазір бізге періште есік ашты деп ойлаймын мен. Қыз жаны ашыр. Қыз жаны ашыр. Ана орыс халық айтады ғой. Бала кетеді, мамасымен, әркім. Қай жеріне кетеді. Жұмақтың билеті қолында екен. Құдай қаласа. Келді. Енді мен алғайдың қызына берейін. Біздің өзімізде шешеміз бар, Құдайға шүкір, енем бар, одан кейін ана 3-ші мамам бар, бұл жерде. Кім?
Тарақтың өмірі Аханова жібек деген. Мен өзім мамам деймін да. Ол ана бірінші үйленді да. Сөзің ашық. Мама бір орын тұрып қойшы, айдалайын. Мені жегемеш мамамды. Жегемеш. Әрі бажам. Бұлар мені басқа ешқандай мен бажамды. Турасын айтсаң тоғана жақпайсың дейді ғой. Сөзің ашық да, апай. Мен мынау жеп көріп отыр. Ешке жоқ, Құдайға шүкір. Сөзді осыға бере салшы. Рахмет, бүгінгі 30 жылдық мерекелік кешіміздің ең тамаша құттықтау тілек арнаған, тілекті шоу қылған Амангелді ағамызды бір қол соғып қояйық ардақты ағайындар. Подарок беретін боламыз. Ал енді Амангелді ағамыздың Құдай қосқан өмірлік қосағы 3 қыздың аяулы анасы осындағы Ақнұр жеңгемізге микрофон ұсынатын боламыз. Тілек өзіңізден болсын. Рахмет. Дем, қонақтар, 30 жылдығымыз құтты болсын. Апайлар, келгендеріңізге рахмет. Көп-көп Құдай қаласа 100 жасаңыздар. Оқушыларымыздың арасында той-думанда, кең дастархандарда кездесіп жүре беріңіздер. Класстастар не деймін? Дендеріңіз сау болсын, отбасыларың аман болсын, күлкілеріңнен жүздеріңнен күлкі кетпесін. Әрдайым осындай ұйымшылдықпен бас қосып жүре берейік. Сол үшін алыңыздар. Ал енді досым көп деп сұраса, досым көп деп айтар ем, соның бірі ақ берем, ақ түйенің қарны жарылатқанда, ақ тілектің кезегі бала күннен бір өскен достарға алып берем деп, тілек кезегі Нұркен ағамызда. Қол соғып қойыңыздар. Кеш жарық мынау құрдастар, апайлар, ағай бар еді. Тамада жолдас, Құдай қаласа. Осы 30 жылдықтың бірінші бастамасы, ертең екінші бастамасы болады. Құдай қаласа, Аллаға шүкір, осы өмірге бізді келтірген ата-анамыз, одан кейінгі абайларымыз. Жұрттың балалары 5 жыл, 6 жыл оқса, маған 11 жыл тәрбие берген апайларым, мен оқудың қажет қылмадым. Маған өмірлік тәрбие берді, тәлім берді бұл кісілер. Маған керек емес высшее образование. Аллаға шүкір, төбеде бір Алла бар. Жаңағыдағы келіншегім, Алланың берген 7 бала-шағам бар. Бұл Алғидың қызы. Бір жігіт мақтанып тұр ғой, менің қарындасым деп. Жарылып кетпесең болды дейді. Сіздерге тілерім ашық аспан, мөлдір махаббат, таусылындай таусылмас таза су, дендеріңіз сау болсын, әрқашан биіктерден көрініп жүре беріңіздер. Құдай қаласа, отырысымыз әрдайым жақсылықпен, жақсылыққа жалғасып жүре берсін. Ары қарай деніміз сау болсын. Сол үшін алдарыңыздан алып қойасыздар. Екі апайыма рахмет айтамын. Енді мына келіншегіме беремін, Алғидың қызына. Не дейміз, класстастар, апайлар, бүгінгі 30 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге мың алғыс, осы Нұркендей жігітті маған тәрбиелеп бергендеріңізге Аллаға шүкір. 7 немереңіз бар бізден енді. Не дейміз, дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар. Әрдайым осындай кең дастарханда, тойымызда ат салысып жүре беріңіздер аман есен. 100 жасаңыздар. Ары қарай 40 жылдық, 50 жылдық бас қосуда кездесе берейік аман есен. Деніміз сау болсын. Не айтам? Сол. Мақтанбай-ақ қойып, Аллаға шүкір 7 бала-шағамыз бар деп ғой, бәрі алтындай, қасықтай барлығы, қызым, балам, 3 қыз 4 ұлым бар. Бірі-бірінден өтетін, таудың тасындай. Аллаға мыңда шүкір деп, жұрттар сияқты мақтанбай-ақ қойын деп, мен бала-шағам қызыл диплом ойнап жатыр, сондай деп айтпай-ақ қойын деп жатырмын да. Керек емес. Рахмет, аман болыңыздар. Көлік алсаң, Ауди ал, кеншек алсаң, Алғи ал деген бір аман болыңыздар. Бір жасқа терең қартайыңыздар.
өсіріп жатқан ұл қыздарыңыздың жемісін көріңіздер дейміз. Бір сәт жайғасыңыздар. Мен енді ортаға осындай қос ұлағат ұстаздардың құрметіне және де аяулы аналардың құрметіне бұл өмірде не күшті ана күшті, не бір ақын аналар сол ананың сүтін ішті. Алдыменен нанды сыйла, нанды берген жанды сыйла. Бұл өмірге адам қылып әкелген ақжауапты ананы мәңгі сыйла депсек, осындағы тағы да Қайнар Алагөзов бауырымыз сөзіне жазылған, шайыр Шымберген ақын ағамыздың әніне жазылған анаға сағыныш деген керемет ән бар. Қазіргі таңда ол әнді Алдараспан театрының директоры Нұржан Төлендиев ағамыз орындап жүр. Сол әнді мен қос апайдың құрметіне, жеңшелердің құрметіне орындап берейін. Мереке құтты болсын. Сізге орындаймыз, сіздің құрметіңізге. Жарай қалсын. Aslınaga büyüyecek şekildesin. Talgat Marcan. Gelizler. Енді сондай ұсынысты билейміз. Әлі сөйлейтіндер бар әлі. Осыға Сапарғали ағам бар, Сәбит ағам бар.
Билейтіндер, тілек айтатындар көп. Сондықтан да енді шағырған сыныптастар Аслаға Бибігүл жеңшемді ертпеңіз. Талғат ағамыз және де сөйлей береміз, онда сөйтейік, қалайсыздар, көңіл күйлеріңіз бәрі жақсы ма? Енді нұреке келісіп пішкен тоқ келте болмас. Микрофонды өздеріңізден ұсынайын. Кімнен бастаймыз? Шалдан. О, шалдың баласы бөлек дейді. Бұл кісенді Аллаға шүкір қыз ұзатқан, жаңылыспасам, нұрекең де баршаларыңыз қыз ұзатып ғой. Бір ауыз құттықтау тілек. Mahvetmesi. Yok size bir. Siz söylesin. Söylesek. Өзбекстанға жақын. Ya yerden tamam ses. Ha, koptu. Ha. Jigitler, kızlar aynalayın. Nakbaş aytıp kaldı. Apay. Rakı apay. Hadi şapay. Bär sizlere rahmet. Olsa bizde birinci klastan bir terbiyelerinizler. Sonra sizlerin terbiyelerinizden osday antımakka jettik. Mine жақсы. Olsa ben sizlerin alған. Қуанышта сөйледі батырым, Махмұт қойырым, қарғанды. Айтыр, жақсы. Бір қыз ұзаттық, бір қыз люмлама алды. Бәр жақсы айтыр. Класстардың абырой деп. Класстар бәрі жақсы. Ешқашан біз класстарымыз жаман емес. Осы класстарны әрдайым жақсы тілекте, жақсы дастарханды келеді. Міне жақсы. Апайлар, сіздерге рахмет. Өте өзіңізден сіздер біздерге тәрбиеңізден сол өстік, өндік. Қойышты айтты. Давай. Рахмет. Арнайы махаббат қойырым. Қанша қызың бар? Аты кім? Айтып отмам. Маған Құдай 4 қыз берді. 4 қыз берді. Сол 4 қыз өсірдім, өндірдім. Құдай оға түсірдім бәрін. Құдай өзі. Кеше қызым қызыл диплом алды. Сол мақтаныш тұтамыз бәріміз. Sizlerin arkadan zorun var Hatice apay, Rakı apay. O sizlerin ösürgen önümleriniz o biz. Önüm görüştemiz o bizler. Mahvat Arkay, sizlerin karakteriniz çok söyledi. Саламатсыздар ма құрметті бүгінгі той иелері, мына Хадиша апай, Рахи апай, ағай, гүлдей жайнап отқан 2 қызымыз және жігіттер қауымы, сіздерді мына 30 жылдық мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Міне апай, сіздер жаңа айтып жатсыздар ғой, тәрбие сағатын осы жігіттерге өте керемет, сапалы, саналы қылып өткен екенсіздер. Оны мына жігіттер дәлелдейді. Жігіттердің ауызбіршілігі арта берсін, мына еңбектеріңіздің жанғанын көріп отырсыздар. Біздің жігіттер өте керемет, мықты жігіттер, адамгершілігі мол. Мен мына киелі Қазығұрттың қызымын. Сонау жерден осы Кеңес деген жігітті іздеп келдім. Аллаға шүкір, 24 жылдан бері бірге тұрамыз. Алланың берген гүлдей 4 қызымыз бар. Міне бір қызымызды ұзатып, өрісімізді кеңге жайып жатырмыз. Аллаға сансыз шүкір дейміз. Сіздердің орындарыңыз лайым тек төрде, біздің төрімізден орын алып жүре беріңіздер. Дүние тұрғанша тұрыңыздар. Біздің бақытымызға аман болыңыздар. Мына жігіттер қауымына үлкен рахмет айтам. Бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймын. Осындай дастарханымыз тек тойға жайылсын. Не дейміз? Бүгінгі барлық жақсы тілектер Алланың құлағына шалынсын. Осы бас иелеріміз аман болсын. Мына 2 қызымызға Алланың нұры жаусын. Сонау осы жігіттерді құттықтап, қуанышын бөлісіп келгендерге, барлық қыздарға рахмет. Действительно, маңдай кісі. Ержан Тамада,
Құдай қаласа мына сөз бергеніңе рахмет. Мынау ассалаумағалейкум тойшы қауым. Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Қалайсыздар? Жағдай жақсы ма? Жақсы отырсыздар ма? Мына бүгінгі 30 жылдық мейрамымыз құтты болсын. Мына Аллаға сансыз шүкірлер. Басымыз түгел осы 30 жылдыққа ер балдардың жетіп жатқанына Құдайға шүкір. Мына көптеген қыздарымызды шақырғанбыз. Енді отбасылық жағдаймен келе алмай жағдайлары бар. Мына екі қызымызға да рахмет айтамыз. Оның алдында мына апайымыз бар. Бастауыштың білім басы бастауыштан деп. Рахия апай, Хадиша апайымыз. Хадиша апайымыз баяғыда балдар өздерін білетін жазыңдар. Победа мектебінде нөлевойдан 3-ке дейін оқыдық қой. Вечерний деп шақыратын еді, білесіңдер ма? Таблица жаттамаса тұрадым. Естерінде бар ма жоқ па? Рахмет. Одан кейінгі Рахия апай бекер ұрыспаған екенсіз ғой. Рахмет сізге. Жаңа тілекте де айтып жатсыз ғой, адам болды ұрыстың деп. Рахмет сізге. Алла нұр жаусын, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге ағай. Құдай қаласа Хадиша апай екеуміз қажылыққа барып келгенсіздер. Бізге де жұғысты болсын барлықтарымызға. Осы жерде отырған дастархан басындағы кісілерге де бізге де қажылыққа бару. Сіздердің жастарыңызға жетіп, зейнет жасына жетіп шыға берейік бізде. Енді өзім отбасыма келетін болсам, Құдай қаласа, менде 5 қыз, 1 бала бар. Құдайдың берген. Ұртсапсың ғой біраз, Құдайдың бергені. Құдай қаласа, үлкен қызым диплом алайын деп отыр. Екінші қызым Қарағандыда оқиды, Үгетте. 2-ден 3-ші курсқа өтті. Өзімнің бұзығым Жетісайда оқиды. Дыш ағай. Өзім жолым қуып келдіріп, Хадиша апай, Рахия апай, жаңағыдегі ауылдағы адамдар жаңағыдегі ошақ қасы деп, ата-анамызға қараймыз деп, мен де сыртқа шығып, банк есебін оқығам негізі. Айналып келіп, өз жаңағыдегі Сырдарияға келіп, тапсырып, ДШБ дейма жаңағыдегі, өнер ұрандағы. Там бүйет, если пьет дейміз, соны ДШБ-ны оқығамыз. Содан Құдайға шүкір, өзім жаңағыдегі нөлевойдан бастаған мектебімде, сол жерде қызмет атқарып жатырмын. Қалған бала шағамыз мектепте оқиды. Барлықтарыңызға рахмет. Алтын уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге, жаңағыдегі осы жерде көпшілік халық тілек айтып жатыр ғой, жаңа тойымызға шақырамыз. Тойымызда болыңыздар, ортамызда жүре беріңіздер. Жаңағыдегі қазақта бір жақсы сөз бар ғой, қариялары бар жерде қазына бар деп. Қарияларымыз болып ортамызда жүре беріңіздер. Сіздерге көп-көп рахмет. Қыздар, бұдан да бастарыңды қосып, көбейіп келе беріңдер. Рахмет сендер. Әсіресе күйеу балдар рахмет айтыңдар сендер. Құдай қосқан қозағым жұбайым сөйлейді, Божбанның қызы. Айтсайым өзің, айттың ғой, Гүлмира ма? Гүлмира апай, қазақ тілі әдебиетінің пәнінің. Құрметті қонақтар, Рахия апай, Хадиша апай, төрімізден орын алып отырсыздар. Ұстаз жасының ұстамы жақсы дейді. Ұстаздан шәкірт озар дейді. Шәкірттеріміз мемлекеттің әрқайсысында қызметкері болып жұмыс істеп жатыр. Олардың барлығы сіздердің білімдеріңіз бен тәрбиелеріңіздің арқасында сіздерге үлкен алғыс. Әрқашан төрімізде өстіп жарқырап отыра беріңіздер. Мына екі қызымызға да үлкен алғыс. 79-дан 30 жылдықтарын құтты болсын, 40 жылдық, 50 жылдықты тойлай берейік, отырған орнымыз жоғалмасын. Қызымыз бергенбіз, әпшеміз бергенбіз. Тамада, төс бергенде рахмет. Апай, сіздерге рахмет, шақырды, келіп отырсыздар. Екеуіңізге үлкен рахмет. Сіздердің тәрбиелеріңізді көрдік біз, екеуіңіздің де. Ешқашан қартаймаңыз да осындай әдем болып жүріңіздер. Саламай
Қызын ұзатқанда жыламаған еді қыз. Иә, мен дұрыс айтасың Қуаныш. Қызымды ұзатқанда жыламаған. Апай, сіз және сұрадыңыздар ғой, менің өзім 7 бала шағам бар. 5 қыз, 2 ұлым бар. 2 қызымды ұзатып қойдым уже. Қалғандар сәсет таратам десе болды. Тағы 2 студентім дайын деп. Ендігісі мен келін алам деп отырмын, Құда қаласа, тағы 1-2 жылда. Келін алуға шақырам. Енді мен келіншегім сөйлейді. Сіздердің Хадиша апай, былайша айтқанда, сіздің коллегаңыз, әріптесіңіз, қалай айтсам болады, бастауыш мектеп, бастауыштан береді. Рахмет, кешке жиналған ұстаздар, сіздерге басым деп алғыс айтам. Осындай ұлды қыздар тәрбиелеп, осындай биік шыңдардан көрінетіндей етіп, білімнің тереңін беріп, жақсы тәрбиелеген өздеріңізге алғысым шексіз. Білімді бастауышынан беру өзімнің басымнан өткеннен кейін ұстаздың еңбегін бағалау керектер. Жалпы ол үйде ана ол азанда кешке тәрбие бергенменен мектептегі ол тәрбие ол екінші ана ғой, даже өзінің әрбір соның білімді ұстатып, жаңа А деген әріпті үйретіп, жазуға дағдыландырып, әдемі өмірге қалыптасуға бастауыштағы білім ол керемет жеткен жетістіктерінің ең алғашқы нанының жаңағы қадамының өзінің жаңағы несі деп ойлаймын, жаңағы алған жетістігінің жеткен шыңы деп ойлаймын. Нәтижесі енді ол бастауыштан жақсы бастауыштағы ұстаздарының қалыптасқан апайға қарап жаңағы не қылады ғой, өнер соның істеген әрекетін, соның киген киіміне қарап ой түзейді, ұлда қызда. Сіздерге алғыс, рахмет, осындай ұлдарды тәрбиелеп біздерге жаңағы Алла нәсіп етіп отыр ғой, енді осылардан өсіп өніп отырмыз. Алланың берген өсірген ұл қыздарының қызы. Мына керемет кешке үлес қосып, атсалысып келіп отқанына қыздарымызға рахмет. Барлығы түгел жиналғанда жолдастары мен жұптарын жазбай келгенде ода болса құпа-құп еді. Дегенменен бұйырған қыздар келіп отырына рахмет өздеріңізге, Алла разы болсын. Әрбір жеткен осы жақсы күндеріңізге бірге атсалысып, көңілді кеш өткізіп жатырмыз міне. Сіздерге де рахмет, сыйлап келіп отқандарыңызға. Мына алыстан аттерлеп келіп отқан жолдастарымыз бар мынау. Алла разы болсын, бәріңізді бүгінгі жақсы күнге қосып, мынау себепкер мына ұлдарымыз ғой, осы бастаманы бастап отқан. Рахмет деймін мына ұлдарымыздың осындай бар класстастар бас қоспай да күндер таң атып кеш батып күндегі күн көрген тіршілік өтіп жатыр ғой. Бірақ осындай бастаманы бастап, бас қосып бәріміздің жаңағы ортақ көңілді күн өткізгенімізге себепкер ұлдарымыз, Алла разы болсын. Деніңіз сау болсын, той жиынымыз көп болсын, жақсылықта, той жиында бір-біріміздің қуанышымызды бөлісіп жүре берейік, отырған орындарымыз жоғалмасын, әрдайым қуанышты күндеріміз таси берсін. Рахмет, аман болыңыздар. Енді бір әдем есілке солай кішкенекей. Айтады екенде мұқият қарап отыр. Сонда да елдің сондықтан да ары бері ортада жүрсіз тоқтатайықшы. Жақсы тілек кезен арнайтын Сәбит ағамызға микрофон ұстайық. Мереке құтты болсын дейміз. Рахмет, амалы жолдас. Ал кеш жарық, бүгінгі кешке жиналған қауым, апайлар саламатсыздар ма? Бұл апайлар мен танымай жатқанша бұл жігіт кім? Қақтың жігіті түрі бөтен ғой, бұл біз сабақ берген жоқ бұл жігіт деді. Онлайн оқымыз. Мен мына Нұрланның інісі боламын. 97 жыл осы жақта Түркістаннан көшіп келгем. Содан бері осы жігіттермен араласам, оқымасам да оқулармен бірге оқығандай болып араласып жатырмын. 29 жыл болды араласып жатқанда. Келіншектермен бәрімен жатқан мына кешке жиналған жігіттер, қыздар, бүгінгі отырыстарыңыз керемет болып жатыр, әдемі өтіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Мына апайларды сыйлап келіп отырған сіздердің отбасыларыңызға амандық тілеймін апайлар.
Менің есімім Сәбит Бұлар. Менің де келіншегім бар, жетішегім үйлері бар. 3 бала шағам бар. Мына команда жолдас екеуміз бір жерде оңалту орталықта жұмыс істейміз. Бұл музыкант болып істейді, мен электрик болып жұмыс істеймін. Иә, Ержан деген бұл жігіт, мен өзім продюсерлік орталығына бұл жігіт, мен енді өзім еліктеймін бұл жігітті. Мына отырыстарыңыз, кештеріңіз одан ары қарай жалғасып, керемет өтіп жатыр. Тола берсін. Енді біздің осы Астана кентін былтыр жылғы, алдыңғы жылы күрішпен қамтамасыз еткен баршаларыңызды. Дихан баба деп жатады. Ол диханында анау адамның қолынан келе бермейді. Келе беретін шаруа емес. Осыларға ағамыздың құттықтау тілегін тыңдай келді. Асылбек аға еді жаңыз болсам. Бір қол соғып қойыңыздар, құрметті кластастар қауымы. Құрметті ұстаздар, апай, Хадиша апай, Рахия апай, бүгінгі 30 жылдық мерейтойымыз құтты бола берсін. Бәрімізге жұғысты ғой, енді бәрімізге жұғысты болды. Негізі бұл ерте өтілетін кешен. Алтынбек бауырымызды Европадан күтіп, сол бөле жармай, Алтынбек бауырымызды ортамызға тастамай осының сол құрамында өтсін деп, сол осы кешті осы күнге не деп. Ал не дейміз, мынау ұстаздар енді білімді бердіңіздер, енді сіздерден ұрыс естіген жоқ шығар деймін. Негізі естімеген де, неғанды емеспін де, мұна тек мақтау алғыс алған едім. Негізі сіздердің берген білімдеріңізді құлағыма құйып, менің есімді сақтап, әрқашан сол істеген істерімді, немді осы оңынан көрсетуге тырыстым. Мектепте де белсенді болып, спорттан да өзіміздің ынтымақтығымызды, немізді осы 11 сыныпты бітіріп жатып, біз дәлелдеген сияқты едік. Негізі білесіздер ғой, Рахия апай, кештерді нені өте қызықты, нені өткізіп, ұйымшылдығымызды сөздерде көрсеткен едік. Негізі сол бастаудың сіздің берген тәрбиеңіз арқасында сол енді негізі ер жігіттеріміз бәріміз осы бастарымызды осы арамызды үзілген емес, осы ортада қыздарымызды көрсетті дейдік негізі. Өкінішке орай енді амал жоқ, енді осы бұйырылмаған екен. Екі қызымыз Шолпан мен Мейрамкүлге рахмет, осы атсалысып келгендеріңе. Не дейміз, бәрімізге осындай бұдан кейінгі отырыстарымыз жақсылап, осындай ұйымшылдықпен төрт көзіміз түгел, бастарымыз аман болып өткізе берейік. Сол күнге жеткізе берсін. Өзімді өз өмірімді таныстырып кетейін. Енді отбасылық жағдаймен еңбекке ерте араластық. Бірақ сол әке өлген Оғызжан, шеше өлген Томшер деп біздің әкеміздің жолын қуып еңбекке араласып кеттік. Оқуды сырттай әуезіп бітірдік, бірақ ол диплом үйде жатыр, сандықта. Бірақ енді өзім сол егіншілікпен айналысып жатырмын. Сол егіншіліктің нанын жеп отырмыз. Өзім құдай қосқан жарым Бибігүл, Алғайдыңызды осы құдай берген 4 ұлды туып берді. Сол 4 ұлды тәрбиелеп отырмыз. Үлгеніміз енді мектепте әлі бітірген жоқ. Енді ертеден кеш жақсы деп кешелердік біз. Ал не дейміз? Әрбір отбасыға амандық, дендеріңізге саулық. Істеген істеріміздің, кәсіптеріміздің жемістерін жей берейік.
қызметте істеп жатқанымызда қызметте биіктерінен көріне берсін, абыройымыз әрқашан биік болсын. Мынау зұлым жазылмасын ешқашан. Мынау айтқан осы барша жақсы тілектер періштенің орнына салынып, мынау жай ғана саған тек жақсылыққа берсін. Рахмет. Жетпіс тоғызда жылдықтарың құтты болсын, дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын, ортасында ойнап көріп жүре беріңдер, өстіп жұмысшылықтарыңыз арта берсін. Не дейміз мынау апайлар, сіздер көргенде қуаныштымын. Өстіп ұл тәрбиелеп бердім деп жатсыз ғой, рас. Өте тәрбиелі, үлгілі әке. Рахмет, әңгіме жоқ. Жұрттың бәрі сыйлайды енді. Шалдың баласы. Екі бірақ ағымда сөз берсем. Дұрыс. Енді бұйырғанша. Не дейміз? Барлықтарыңыз жүзге келе беріңіздер, айтпақшы апайлар. Өстіп ойнап күліп, осы балдарымыздың немерелерінің қызығын көре беріңіздер, тойларында жүріп. Мына қыздарға да рахмет. Өстіп ортаға келіп, құттықтап, келіншектерді елеп ескеріп деген аттан рахмет айтамын. Барлықтарыңызға 30 жыл құтты болсын. Тойымыз тойға баса берсін. Ал ағайы ендеше таудың бөктерінде тамаша 30 жылдық жиын болды. Осында класстастардың шапалақ ұратын қиын болды. Ал ағайы ендеше артпамаған кінәлі. Спискіні жазып берген Амангелді ағам кінәлі. Шалымасы көп. Енді сол сізден жазды дедім. Мен айтуым бағына басында мен кешім сұрағым. Бүгінгі кеш өзіміздің отырыс. Мен алғашқы жүрем, мен соңынан сөйлем деп ешқандай көппен аз болмасына. Келесі тамаша құттықтау тілек кезегі Талғат ағамызда бір қосылып қояйық ардақтан қайдан. Бізде ондай жоқ, өкпе деген ондай нәрсе жоқ бізде. Бәрі бауыр болып кеткен. Мынау құрметті апайлар, ұстаздар, Хадиша апай, Рақия апай, сіздерге үлкен рахмет. Бізге алтындай уақыттарыңызды геройлеп келіп жатсыздар. Мынау класстас қыздарға рахмет. Мынау өзім класстастарым, бауырларым, бауыр болып кеткенсің біздер. Достарым, осы кісілерге де рахмет. Үстіп ұйымдасып, бірге жүріңіз ойнап күліп. Мына тойымыз құтты бола берсін. Мерекеміз. Деніміз сау болсын. Бала-шағаның немере шөберем қызықтарын көріп ойнап күліп жүре берейік бәріміз. Істеп жатқан тірліктері оңға бассын. Әрдайым тойларда қызмет жасап, соны куәгер болып жүріп ойнап күліп жүре берейік. Өзім таныстырсам, келіншегім Маржан. 5 бала, немерелеріңіз бар, 5 2 бала, 3 қыз. Үлкеніміз военныйда жұмыс істейді. 2 қызым студент, біреуі осы грантта шолқан істеп жатқан жерді бітірді биыл, құдай қаласа. Сол екісіне учение дейді. Кішкентай мына қызым. Сол осы тойымыз құтты бола берсін. Ойнап күліп, дастарханнан дәм алып қойыңыздар сол үшін. Ең келіншегіме берейін. Құрметті ұстаздар қауымы, келетін ұстазымыз Жетісай аудандағы Қолаев жалпы орта мектебінің басшысы, директоры, мектеп лицей осындағы Талғат ағамның Құдай қосқан өмірлік қосқанда жас тілек арқайтылары. Қосылып қояйық. Мына әріптес қатты қолдамады, рахмет. Асаба жолда сізге рахмет. Ал құрметті 79-дар, бүгін мінекей кереметтей кештің куәсі болып отырмыз. Сонау тарихы терең Тәншан баурайының етекте орналасқан бір көлік шатқалы, аңызға толы бір керемет Қазақстанның Көкшетауына айналған біздің оңтүстіктің жүрегі
мына кереметтей таудың баурайында отырмыз. Бұл шешім керемет шешім болды. Керемет отырыс. Қазір біздің ауылда тойханада отыру мүмкін емес, барлығы сыртта жүреді. Мінекей Мағжан Жұмабаев айтады ғой, алты алаштың баласы бас қосқанда төрдегі орын ұстаздікі деп. Ұлағатты ұстаздар, сіздерді мінекей бүгін келіп отырған қастарыңыздағы қос қыз келіп отырсыздар. Келген аяқтарыңызға, қадамдарыңызға нұр бітсін. Сіздер мынау басқарған Қайнар мектеп гимназиясы бүгінде 56-шы Уәлиханов мектебі деп отыр ғой. Тарихы тереңде жатқан керемет мектеп бүгінде жайнаған Қайнар мектеп гимназиясы. Ол жерде осы біздің келіншектердің үшеуі жұмыс жасайды. Ішінде 5 келіншек жалпы педагогпыз. Сол сіздер ізін салған Қайнар мектебі бүгінде аудан бойынша үздік 3 мектептің қатарынан түскен емес. Сіздердің шығарған мінекей түлектеріңіз кереметтей болып жарқырап жүр. Солардың арқасында біз құлпырып, мінекей қыз келіншектер ауызбіршілігіміз жарасып, қуаныштың бір қане достары бар. Сол айтады екен, ай осы сендер емес кластастар, келіншектер кластастар ау деп. Келіншектер ауызбіршілігіміз мықты болсын, жігіттеріміз аман болсын. Бүгінгі кеш керемет аяқталсын, жаңа біздің отағасы айтпады өзінің жұмысын. Негізгі мамандығы қаржыгер, бірнеше жыл бухгалтер болып жасады мектепте, бірақ қашып кетті. Аузымды бұрғамайын, маған ұстаздар жақсы тәрбие берді. Мен бөрінің аузы жесе де хан, жемесе де хан, мен осыған істемейін деді ғой. Халыққа қызмет етемін деп, қазір жол көлік саласында Астанаға мынау жаз автобекетінен автобус жүргізеді. Спринтерлері бар, Hyundai'лары бар, сондай халыққа қызмет, нағыз кәсіпкер, 15 қызметкерді жұмыспен қамтып отырған жағдайы бар. Жан жақты. Бүгінгі кеш керемет жалғасын таба берсін, ауызбіршілігіміз жарасып, ойнап күліп жүре берейік. Бірінші алғысым Нұржан мен Нұргүлге алғыс айтқым келіп жатыр. Рахмет, үйсіп ұйымдастырып бәрін жақсы керемет отырыс болып жатыр. Осындай ұйымдастырып жүре береді Нұргүлге. Біздер Мағжан жеңгеміздің соңында тілек беріп жатқанымыз, мінекей директор ұстаздың директор апа жеңгеміздің тамаша қорны тілек айтты. Әдемі айтты тілекті. Осындай біздің оңтүстіктің жүрегіне айналған таудың бөктері деп тамаша келтіріп айтты. Ал енді ақын ағаларымыз тамаша жырлап кеткен, біреуге артар өпкен жоқ, біреуге есем кеткен жоқ, жеткізбей жүрсе біреулер маған жеткен жоқ деп. Бұл күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Осындай күндер, сәттеріңіз көп болсын, жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілейміз. Ғой, демалысқа шықтыңыз ба? 19 күн. Аз екен. Кеңес аға. Бір есім көпсі болайық. Бай, отшылдыққа қандай барып келдің деп айтса, сөйтсе ана чүмі екен, ол осылай нен басқара деген деп, сөйтсе ана бақа жетесе бақа, ол пәлен жерді басқарады. Сен соғысып қашын чүмі боласың деп айтады дейді да. Сол айтпақша, бәрі чүмі бола береге. Бір сәт жайғасайық. Кеңес аға, рахмет. Зор айттыңыз анекдотты. Бәріміз көп. Жоқ. Еліна құрметті бүгінгі ағалар және де ұзақ дұрыссыз. Ұзақ жақыннан келген, Елордасы, Астанадан келген, Алматыдан келген, Шырайлы Шымаладан келген құрметті барша ағалар, құрметті барша жеңгелер, құрметті ұлағатты ұстаздар қауымы, баршаларыңызға ондай сөз айтпайды.
Енді мына құрметті қос апай Тұтқабай деген апайлар, Тұтқабай деген шәкірттеріңіз осы кеште болу керек еді, қатысу керек еді. Бірақ енді мынау тірі адам тіршілік деп рейске кетіп қалыпты ол кісі. Сіздерге доғай сәлем айтып жатыр. Аман болыңыздар деп жатыр. Семьясы туралы айтып кетесіз ба? Тұтқабайдың Жазира деген келіншегі Жеңіс мектеп гимназиясында қазақ тілі мұғалімі, менімен әріптес. 5 перзенті бар. Өзі сол ТАФ деген жүк көлігі бар. Ресейге сол қауын дарбыз тасып ман, жақсы жағдайлары қара шаңырақта жақсы. Енді мына құрметті барша кеш қонақтары бізде айтып жатыр, ағаларымыз айтып жатыр, ертеңгі күні полныйдан осы жерді тағы да алған, арғы күні обедке осы жерден шығып кететін боламыз. Енді арман қарап тағымыз бар, тойлаймыз. Сіздер үшін баршамыз бүгін кешті қызықты өткізейік.